бәрі кішкентай жүректің жан айқайынан басталды. Менің есімім Абдурахман. Мен Тайпақ ауылындағы Балболақ бөбекжайының Балбөбек тобының тәрбиеленушісімін. Мен әлі кішкентай болсам да, туған ауылымды қатты жақсы көремін. Бұрын табиғаттың әдемілігіне сүйсінетінмін, бірақ соңғы кезде көңілімді түсіретін бір көріністерді жиі байқадым. Биіктерінде шашылып жатқан пластикалы бөтелкелер, желмен ұшқан полиэтилен пакеттері өзен жағасындағы тұрмыстық қалдықтарға мені қатты қынжылтты. Неге адамдар туған жерін қорғамайды? Неге табиғатты ластайды? Егер осылай жалғаса берсе, біздің әдемі ауылымыз қандай болады деген ойлар мені мазалай берді. Сол кезде менің есіме супер тәрбиешім Жансұлу Амангелдіқызы түсті. Ол кісі бізге әрдайым жақсылық жасауды, табиғатты қорғауды, туған жерді сүюді үйретеді. Мен оған хабарласып, ауыл табиғатының ластанып бара жатқанын қатты қиналатынымды айттым. Ол менің сөзімді мұқият тыңдап, бірден көмектесетінін айтты. Супер тәрбиешім ауыл әкіміне және менің анама хабарласып, бәрімізді балабақша алдына жинады. Үшеуі ақылдаса келе, Таза Қазақстан республикалық акция аясында таза ауыл акциясын ұйымдастыруды ұйғарды. Ауыл тұрғындары табиғатты да қорғауға шақырды. Акция күні ауыл адамдарды бірігіп, жол жиектерін, мекемелердің аулаларын, өзен жағалауларын тазалады. Көптеген тұрмыстық қалдықтар жиналды. Ауылымыз қайтадан әдемі бола бастады. Сол кезде мен адамдардың табиғатты бірге қорғай алатынын түсіндім. Жиналған жұртшылыққа Жансұлу Амангелдіқызы, тазалық тазаланған жерде емес, қоқыс тасталмаған жерде. Туған жердің табиғаттын аялау әр адамның өз өлкесіне деген сүйіспеншілігі мен жауапкершілігінің белгісі. Табиғатты қорғау арқылы біз болашақ ұрпаққа таза ауа, мөлдір су, жасыл орман қалдырамыз. Туған жердің әр тасы мен гүлін қадірлеу отанды құрметтеудің бір көрінісі деп жүрекке жететін сөз айтты. Сол күні мен бір нәрсені түсіндім. Табиғатты қорғау үлкен адамның ғана емес, кішкентай баланың да қолынан келеді. Кейде үлкен өзгеріс кішкентай жүректің жан айқайынан басталады.